Ассалаумағалейкум көрермен қауым. Бүгінгі видеоролигімізде 3 фазалы тоқ желісіне арналған резервтік қорек көзін қосу схемасымен таныстырып, жалғап көрсетпекпін. Осының алдында ғана шыққан видеороликте мына бір схеманы көрсеткен болатын. Бұл схеманың кемшіліктері бар бірнеше. Бұл схеманы негізі 220 вольттық, яғни бір фазалы тоқ желісіне қолдана беруге болады. Ал 380 кезінде қолдануға болады, бірақ егерде қандай да бір электр қозғалтқышы өте жауапты бір құрылғы болса, мысалға оңға айланып тұрып, солға айлануға мүмкіндік бермейтіндей, яғни тек қана оңға ғана айналуға болады, солға айланса құртылатын, мысалға конвейер, насос деген сияқты заттар болса, бұл схемамыз жарамайды. Және де бұл схемада ешқандай қорғаныс, автоматтан басқа қорғаныс есебі жоқ. Егер бір фаза кеми қалса, немесе позировка ауысып кетсе, оңға айналып жатып солға айналып кетуі мүмкін, екінші линия қосылған кезде. Бір фаза болмай қалса, моторымыз күйіп кетуі мүмкін, автомат лақтырмаса. Сонан соң перекос фаз деген бар орысша айтқанда. Ол дегеніміз, мысалы А мен В-ның ортасында мысалы 380 вольт, 400 вольт болу керек қой негізі, стандартты түрде. Кейде 250-300 вольтқа дейін төмен түсіп кететін кез болады. Оны перекос фаз дейді. Сол кезде де моторымыз күйіп кетуі әбден мүмкін да. Егер де сол кезде автомат уақытысында әрекет етіп үлгермесе, яғни өшіп үлгермесе, моторымыз күйіп кетуі әбден мүмкін. Ал қазіргі мен қазір көрсетіп отқан схемамызда барлығы ондай кемшіліктің алдын алу мақсатында арнайы реле напряжение фаз деген құрылғы қойылған. Ол мынау тұр міне. Siemens-тің реле напряжение фаз, яғни кернеуді бақылайды, және де бір фаз жоғалса іске қоспайды. Біріншіден, екіншіден, екі фаздың ортасында, мысалға айтып отырмын, А мен Б-ның ортасында немесе В мен С-ның ортасында кернеуіміз 380 емес, мысалы 250-300 вольтқа төмен түсіп кетсе, сол кезде де қорғайды. Сосын А мен Б-ның немесе Б мен С-ның өзінің орындары ауысып кететін болса, сол кезде де қорғайтын бұл. Яғни үш кезінде. Перефазировка кезінде қорғайды, бір фаз жоғалып кетсе қорғайды, және де екі фазаның, кез келген екі фазаның ортасында кернеу негізгі стандартты, мысалы 180 вольттан төмен түсіп кеткен жағдайда бұл схеманы ешқандай жағдайда қоспайтын болады. Барлығы тура, фазировка тура, кернеу нормальный, үш фазда бар, барлығы ровно болып тұрса ғана бұл рұқсат береді былайша айтқан кезде. Негізі интернетте неше түрлі схема бар. Ол схемаларды қарап отырсаңыздар, егер интерес қуып, әр линияға осындай жеке-жеке бір-біреуден қояды. Бір-біреуден негізі солай қойған дұрыс. Егер бар болса, қалта көтеріп жатса да, мысалға мынау именно осы, дәл осы, мынау реле напряжение фаздың бағасы интернеттен іздеп қарадым. Енді бушнилары қолданылғандары арзан екен, бір 50 мың, 60 мың, 80 мың деген сияқты. Ал новилары шын өтірігін білмеймін, бірақ енді 250-300 мың деп қойыпты. Егер екеу алатын болсаңыз, біраз ақша болады да, енді қарапайым адамдарға қалтасына ұру мүмкін. Сондықтан да мен осы схемада кішкене өзгертулер енгізіп, былайша айтқан кезде өзім ойластырып істедім осы схеманы. Осындай бір реле напряжение фазды қолдана отырып, екі линияға да осының көмегімен қарайтын қылып, былайша айтқан кезде қауіпсіздікті реттейтіндей қылып істедім былайша айтқан кезде. Енді қарап отырсаңыздар, бұл енді былайша жұмыс істейді. Екі контактор, міне, алдындағы схемадағыдай. Сонан соң біреуінде доп контакты, мынау тұрған, үстіне келе қоятын ше. Үстіне бүйтіп басып тұрасыз да, кеге жібересіз. Міне бітті. Сосын кәдімгі әдеттегідей екі уақыт релесі, мынау тұрған екеуі. Ал енді бұл жерде алдыңғы схемада бірақ қарапайым реле қолданған болатынбыз, мынандайдан біреу. Бұл жерде үшеуін қолданамыз. Негізі, сразу айта кетейін бірден, екі реленің орнына, негізі мейлінше арзандау, АЕК деген қарапайым арзандау контакторлер болады ғой, Siemens емес, кәдімгі арзандау. Соны қолданған дұрыс деп ойлаймын өзім, өйткені 380 вольт болғанымен арасында мынау релеміздің контактілері өте жақын ғой арасы. Былайша айтқан кезде дуга пайда болып, қысқа тұйықталу болу қаупі мүмкін да уақыт өте келе ше.
біраз циклдан кейін арасында былайша айтқан кезде контактілері нашарлап бір-біріне тиіп қалу деген сияқты қауіптер болуы мүмкін. Ал енді контактордың арасы релелердің контактілерінің арасынан қарағанда кішкене болса да ұзақтау болады. Сондықтан да соған қаттырақ көңіл бөліп, енді сәл кішігірім ақша көбірек шығады, бірақ қауіпсіздеу болады да. Қазірше енді мен қазір релені қойып көрсетемін. Менде қазір ектің аекпет жаңағы контактілері болмай тұр қолда. Сондықтан да осы кәдімгі қарапайым екі релені қолданамын. Мынау өз бұрынғы мына жерде тұратын, яғни мынау тұрған релеміз. Ол өзінің орнын атқарып тұр. Ол жерде реле тұра берсе болады, ешнәрсе қылмайды негізі. Бұл жерде енді жұмыс істеу принципін кішігірім түсіндіріп жіберейін. Былайша болады. А негізгі линия, основной, В резервті линия. Екеуінің автоматын көтеріп қоямыз. Яғни екеуінен де кернеу келіп тұр, бірақ бірінші мынау КМ1 деген бірінші контакттар жұмыс істеп тұрады. Көрсеттім ғалымда не үшін олай екен. Өйткені мынау қарапайым релеміз қосылады, мына біреуі. Соның арқасында нормальный открытый контактымыз закрытый болады да, қосылған кезде осы арқылы мына жақта С линиясынан кеп тұрған бір фазымыз мынаның док контактысының NC деген контактысынан өтіп, өйткені өшіп тұрады ғой. Сол кезде өтіп тұрады. Содан өтіп барып міне былай барады да, былайынан барып NC-ға кіріп астынан төбесінен шығып мынау релемізді қосады. KL3 деген. Қосқан кезінде бұл NO деген контактымызды бір-біріне тұйықтайды былайша айтқан кезде. Жаңағы С деген фазамыздан кеп тұрған тоғымызды әкеліп мынау релемізді қосады, және де сол фазамызды апарып NO деген контакттан өткізіп, ары қарай барып, мынау бір реле временемізге береді. Реле времени шамамен 3 секундқа қоямыз. 3 секундтан кейін барып 17-сінен кірген фазаны, С фазасын 28-ден шығарады. Басында 18-ден шығарады, ол бізге керек емес. Бізге сол 3 секундтан кейін 28-ден шығатын контактысы керек. 28-ден шығады да ары қарай апарып, ол барып тағы да мынау тұрған КМ2 деген өшіп тұрған контакторымыздың екінші нормальный закрытый, яғни тұйықталып тұрған контактысынан кіріп, ары қарай одан шығып, барып, содан соң барып қана КМ1-ді іске қосатын болады мынау контакторымызды. Яғни двойной защитада бірінші мынау релемізді қосады, сосын одан барып реле временеміз, одан ары қарай одан өтіп барып, нормальный закрытый контактысын өтіп барып қана КМ1 деген контакторымыздың капчусына баратын болады. Және де тағы мән беретін жағдай. Енді қараңыздар. Екінші мысалға реле времени қосылған екен барып 28-ден фаза өтті ғой, қараңыздар. Фаза өтіп барып КМ1-ді қосты. Бұны қосты, және де бұған баратын фазамыз мынау бір контакт арқылы барып, мына KL2 деген мынағы мынау тұрған бір релемізді іске қосады. Мынау тұр міне. Яғни мынаны қосады. Бұған бір шетіне 0 келіп тұр, қарап отырсаңыздар. Жалпы барлығының бір шеттеріне 0 келіп тұр постоянно. Тек қана фаза жетіспей тұр барлығына. Бұны қосады. Не үшін? Өткен себебі мынау жаңағы реле напряжение фаз деген құрылғымыз біздің мынау А линиясындағы фаздардың кернеуін, перекос фаз ба, яғни А мен Б-ның ортасында кернеу аз ба, жоқ па, яғни нормальный тұр ма, және де бір фаз бар ма, жоқ па, 3 фазда түгел ма, сонан соң А мен Б-ның орны ауысып кетпеді ма, немесе Б мен С-ның орны ауысып кетпеді ма, соның барлығын бұл былайша айтқан кезде тесттен өткізу керек. Яғни соған бұл береді 3 фазымызды, А линиясындағы 3 фазымызды осы реленің көмегімен осы реле напряжение фазымызға беретін боламыз. Ол көп ойланбастан, егер барлығы 3 варианттың барлығы дұрыс болса, яғни 3 фазымызда бар, кернеуде нормальный, А мен Б-ның орны ауыспаған, Б мен С-ның орны ауыспаған, барлығы ровно болса, бұл өзінің мысалы шығыстары бар. Дополнительный екі шығыстары бар, мысалы NC, NO деген сияқты. Центровка 21 болса, осыған бір кабель берсек, мынаяқта мысалы прямой ток шығады. А егер мынау қосылатын болса, мынау өшіп қалады. Мынау наоборот қосылады деген сияқты ғой. NC, NO. Астында да сондай NC. 11C дегеніміз центровкасы, орталық контакты,
біреу НО, біреу НС. Ешқандай басқа тұратын ештеңесі жоқ, түсінбейтіндей. Осының біреуін қолдана саламыз. Мысалы, төбесін қолдана салдық, немесе астын қолдана салдық. Яғни барлығы нормальный болса, бұл добро береді, былайша айтқан кезде. Іске қосылады да, ары қарай мынау тұрған нөліміз тұр ғой, нөліміз осы арқылы өтеді. НО деген контактысы арқылы. НОмыз қосылады да, нормальный болса, ары қарай барып, былайынан өтіп, мына жаққа барып, Км2-міздің бір шетіне келеді. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде ажырату 0 арқылы жүзеге асып тұр. Фаза барғанның өзінде де 0 келмей тұрады. Екі контакторымыздың бір ұштарына. 0 келмеген екен, бұл сәйкесінше қосылмайды, яғни. Фаз келмесе де қосылмайды, 0 келмесе де қосылмайды. Айырмашылық жоқ қой, главный бір ажырау болса болды бұларға. Ешқандай өзгеріс болмайды. Енді түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Енді келесі жолы деп есептейік, мына А линиясында кернеу жоғалды деп есептейік. Аяқ асты. Сол кезде мынау релеміз де өшеді. Релеміз өшкен себепті мынау реле временеміз де өшеді. Оның арқасынан барып, мынау контакторымыз да өшеді. Енді бір мезетте болатын заттар ғой, айтқан кезде. Біз айтып отқанымдай жай болмайды ол. 1 секундтың ішінде сарт-сарт етіп өшеді қалады. Өшкен кезде бұл релеміздің ішіндегі нормальный закрытый контактымыз қайттан тұйықталады да, ол өзінің бойынан мынау Б линиясындағы А деген фазасын өткізеді, ары қарай өткізіп барады да, ол апарып екінші реле временеміздің катушкасына барады, және де 17-ші контактісіне барады. А1-ге барады, және 17-ші контактісіне барады да, бұл да шамамен 3 секундтан кейін барып іске қосылады да, 28-ден сол фазаны шығарады, мына А фазаны. Ары қарай барады да, ол мынау екінші контакторымыздан, А линиясына тұрған контакторымыздың нормальный закрытий, яғни тұйықталып тұрған НС деген контактысынан кіріп, ары қарай төбесінен шығады да, міне бұлай барады, астынан кіріп төбесінен шығып, және де ол барады да, бүйтіп айланып барып, К1 деген екінші релемізді қосады, және де сонан соң барып, ары қарай барып, бұл барып Км2 деген мына контакторымыздың А1 деген, яғни фаза кіретін 230 вольт деп жазылып тұр ғой, контактісіне барады. Бірақ бұл қосылмай тұрады. Не себепті? Өйткені бұл қосылған кезде, К1 деген релеміз қосылған кезде, бұл енді Б линиясының 3 фазасын мынау тұрған реле напряжение фазамызға береді. Яғни басында бұл А линиясын тесттен өткізіп рұқсат беріп тұрады, кенеттен өшіп қалды А линиясы. Соның есебінен В линиясын ауысты да, Б линиясын бұл тесттен өткізіп жатыр. 1 секундтың ішінде жаңағы 3 параметрді қарай отырып, бәрі дұрыс болса, НО деген контактымыз тұйықталады. Егер де 3 параметрдің біреуі дұрыс болмаса, бұл рұқсат бермейді. Яғни мынау тұйықталмайды, соның әсерінен В линиямызда тұрған контакторымыз іске қосылмайтын болады. Ал барлығы дұрыс болса, бұл іске қосылады да, өзінің бойынан келіп тұрған жаңағы нөлімізді өткізіп, мынау тұрған Км2 деген контакторымыздың екінші ұштарына береді. Мынаған да келіп тұрады, бірақ бұған фаз келмегеннен кейін Км1-іміз қосылмайды. Былайша айтқан кезде енді түсінікті болды деген ойдамын. Енді осының барлығын іс жүзінде жалғап қосып көрсетейін. Схемамызды толықтай жинақ қойдым. Бірақ жаңа айтқан қауіпіміз орын алды. Ол қандай қауіп? Жаңа схемада түсіндірген болатын. Мына жерде тұрған екі фаздағы линияны мынау реле напряжение фазға жалғайтын екі релемізді негізі желательно оның орнына екі контактор қоя салған дұрыс деген тұғым. Өйткені себебі 380 вольт әжептәуір үлкен кернеу, ал релелеріміздің арасында контакт өте жақын, 1 мм ма, где-то сондай. Сол орын алды. Өткен себебі қазір қойдым. Сосын барып, басында істеп тұрды, кейіннен барып тексеру мақсатында екі фазының орнын ауыстырып көтеріп қалдым автоматты. Мынау екі релеміз бірден атылды. Өткен себебі пробой болды арасында, электр доғасы пайда болды. Өйткені жаңа айтқанда өте жақын арасы. Сонан соң менде мынандай ең арзан АЕК-тің бір-ақ контакторы бар еді, 220 вольт катушкасы бар. Бір-ақ данасы. Сол себепті де халыққа түсіндіру мақсатында уақытша Siemens-тің екі контакторын қоюға тура келді. Негізі бұлар өте қымбат контакторлар, біреуі 50 000 теңге тұрады. Негізі желательно бұндай қоймайды ғой қарапайым халық.
орнына жаңағы айтқандай ектінікі немесе одан да арзан түрлері бар. Ең главный контактор қойсаңыздар болды ол жерге. Релелердің арасы өте жақын, контактордың арасы қанша дегенмен 2-3 есе контактілердің арасы алыс болады. Қанша айтқанмен де. Сондықтан да бұларды қоюдың қажет жоқ екенін тірі дәлел болды қазір. Бұлардың орнына реле деп тұрғанның орнына контактор қою керек. 100%. Және де схемаға кішігірім өзгерістер енгіздім. Ол өзгерістеріміз мына бұрынғы схема. Бұлардың жаңағы екі контактор деп айтайық, мына бұрын реле болды ғой. Катушкаларының екеуінің бір шеттері прямой 0-ге жалғанып тұр тікелей. Екінші шеттері паз келіп тұрады. Бірақ осы пазды тікелей жіберместен мынау контакторлердегі былайша айтқан кезде блок контакт арқылы жіберу керек. Нормальный закрытий. Міне көрсетейін енді. Мынау тұр. Мынаған келетін фазды мынаның нормальный закрытий контактысы арқылы өткізіп, блокировка істеп, мынаған келетін фазды мынаның нормальный закрытий контактысы нормальный былайша айтқан кезде өшіп тұрған кезде тізбекте ұйықталып тұратын контакт арқылы өткізіп жіберу керек екен. Әйтпеген жағдайда егер де мысалға бір линияның позировкасы ауысып кетсе, мынау контакторның позировкасы ауысып кетті да, кеп тұрған 3 линияның, 3 фаздың. Мынау қосылмайды, әңгіме жоқ, бірақ дыңылдап тұрады екен. Дыңылдап тұру себебі біреуінің катушкасынан келген нөліміз өтіп барып дыңылдатып тұрады екен былайша айтқан кезде. Сондықтан да осындай блокировка істеуге тура келді. Блокировка істедім, онда дыңылдаған барлығы жойылды, как положено істеп тұр. Фонда осы ең соңғы варианттағы схема тұратын болады. Енді қазір бұны қосып көрейік. Қазір екі линияның да фазировкасы нормальный тұр. Мынау реле напряжение фазымыз 3 фазды контроль жасап тұратын. Мына қазір қосамыз енді. Бірден көтерем екеуінде. 3 секундтан кейін қосылу керек. Свет жанды, айланып жатыр. Мынау контакторымыз қосылды да 3 фазды мынаған берді, мынау тексерді. Бәрі нормальный болғандықтан өзінің нормальный открытый контактысын бірге жалғады. Яғни ол нормальный закрытийге айналды. Сөйтті да 0-ді берді. Мынау контакторымызға енді өшірем А линиясын. 3 секундтан кейін Б линиясы қосылады. Міне. Енді мынау контакторымыз қосылды да Б линиясындағы 3 фазды тексеруге мынаған берді. Реле напряжение фазға. Кернеу релесіне. Яғни 3 фазды көрді. Үшеуінде бар екенін көрді. Жаңағы перекос жоқ. Үшеуінің де кернеуі сәйкес. Соны көрді да былайша айтқан кезде. Және А мен Б немесе Б мен С ауысып кетпеген үсті добро берді. Былайша айтқанда рұқсат берді. Енді бұған да тексеріс істеп көрейік. Екі фаздың орнына ауыстырамын қазір мысалы. В линиясындағы екі фаздың орнына ауыстырып көремін. Мына В линиясындағы екі фаздың орнына ауыстырып қойдым. Б мен С-ның орнына ауыстырдым былайша айтқан кезде. Міне. Енді көтереміз. Екеуінде көтерейік. А линиясымен қосылады қазір. А линиясын өшірем. Б линиясымен жұмыс істемеу керек. Өшірдім. Б линиясының былайша айтқан кезде позировкасын тексеруге арналған жаңағы релеміздің орнына қойылған бір контакторымыз қосылды. Мынаған тексеруге берді былайша айтқан кезде 3 фазды. Бұл оның 3 фаздың орнының ауысқанын көрді да ары қарай нормальный открытый контактысын қосқан жоқ былайша айтқан кезде, рұқсат берген жоқ. Соның арқасында біздің моторымыз кері қарай айналып былайша айтқан кезде қауіптің алдын алып отыр. Өшіп тұр яғни. Қайтадан орнына қоямыз, сосын тағы бір тексеріп көрсетейін. Міне орнына қайтадан қойдым. Енді көтереміз екеуінде. А линиясымен қосылады. А линиясын өшірем. Б линиясымен енді қосылуына рұқсат беру керек. Міне рұқсат берді, пожалуйста. Өшірем. Енді қайтадан тағы бір тексеріс. Бір фазын ажыратып тастайық. Мысалы А-ның көрейік, сосын қосыла ма, қосылмай ма. Міне ажыратып тастадым. А линиясының фазын, бір фазын. А деген фазды. Енді көтерейік. Екеуін көтеріп, мынамен қосылады, Б-мен қосылады. Міне.
міне амен қосылу керек, қосылмады. Қараңыз. Аның тексеруге жіберген арналған контактор қосылды. Мынаған берді. Ол 2 фаз бар, 1 фаз жоқ екенін көрді да рұқсат бермеді. Көрдіңіздер ме? Өйткені не үшін екіншісімен қосылып кетпеді? Себебі бірінші қосылған кезде мына релеміз қосылып қояды да, ол өзінің реле временен қосып жібереді. Әйтпеген жағдайда мынау қосылу керек еді. Мынаны өшірем газ, сразу в линиясымен істейтін болады. 3 секундтан кейін. Енді қайтадан орнына қоямыз. Қайтадан 1 фазын орнына қойдым. Көтерем. Как положено істеп тұр. Енді жаңағы алдында видеоролик көрген болсаңыздар, ол жерде мысалға А линиясына басымдылық беру керек болса, яғни екеуі де көтеріліп тұр. Сосын барып, мынау өшіп қалды, А линиясы қосылсын. Б линиясымен істеп тұр еді. Қайтадан А линиясына тоқ пайда болған кезде А линиясымен қайта қосылып істеп кету керек болып тұр да. Мысалы, кейбір кезде сондай жағдай болады. Осымен істей беру керек болады да. Оны қалай жүзеге асыру керек? Мен алдында видеоролик көрсеткен болатынмын. Бұл жерде де сол схеманы кішкене өзгерте саламыз. Өшірейін газ. Ол үшін мынау тұрған схемадағы міне мынадан өтетін, мынау контакторымыздың нормальный закрытый контактыдан өтетін мынау тұрған кабелімізді шешіп аламыз да, тікелей мынаған жалғай саламыз. Болды сонымен. Қазір соны жалғап көрсетейін. Міне тікелей жалғап қойдым. Енді газ екеуін де қосам, сосын аны өшірем. Бұмен істеп тұрған кезде қайтадан аны қосам, сол кезде қайтадан амен істей беру керек. Екеуін де көтерем. Амен қосылады. Аны өшірем. Бұмен қосылады қайтадан. Б линиясымен. Аны қайтадан көтерем. Б өшу керек та, аға ауысу керек. Б өшті. Қайтадан амен қосылып істеп жатыр. Енді бар жоқ осы ғана. Сондағы ескеретін жағдай. Мына жерге контактор қою керек, міндетті түрде реленің орнына. Сосын барып, мына схема бойынша жинау керек. Блок контакт арқылы қорғаныс істеп, былай айтқан кезде. Міне, екінші схема. Былай қорғаныс істеу керек, блокировка істеу керек. Сол кезде мына контакторымыз дыңылдамайтын болады. Міне осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Ендеше каналға тіркеліп, таныс тамырларыңызға, электрик таныстар болса тіпті жақсы. Солардың темасы былай айтқан кезде соларға жіберіп, каналдың дамуына біраз атсалыссаңыздар болады. Ендеше аман сау болыңыздар.